Зинаға жақындамаңдар дейді Алла Тағала. Зина деген, құрметті жамағат, бүгінгі заманда бұл үлкен университет болып кеткен. Есіңізде болсын. Масқара дәрежедегі университет та. Бұл сондай университет, интернетте байқаңыздар да әр нәрсеге қарайтын кезде. Бұл күнәларды, зинаның күнәларын солай дамытып жіберген. Масқара. Соқтан Алла Тағала айтып отыр, кәна фахиша, ол сондай арсыз нәрсе ол. Васа асабила, ол жаман жол, ол жол деп отыр Алла Тағала. Көрдіңіз? Ол мектеп. Жылына қаншалаған кинолар шығарылады, қанша кинода тастап жібереді сізге. Көрдіңіз қандай мәселе? Әйел затын Алла Тағала сол үшін киіндіріп қойған. Көрдіңіз қандай мәселе? Киіндіріп қойды. Я айюхан набию кулли азваджика. Ей, пайғамбар, айтшы жұбайларыңа, уа банатика, қыздарыңа, уа нисаил муъминин, анау муъмин ерлердің барлығының әйелдеріне айтшы. Юднина алейхинна мин джалабибихин. Ана кимешек жаулықтарын үстілерінен бүйтіп киіп, басы ғана қалатындай қараңыз. Төмен қарай дейді, төмен етегіне дейін түсірсін деген. Бұл сахабалардың заманында осы нәрсе түскен кезде ансарлардың бүкіл әйелдері дереу бір азғантай уақыт ішінде бұйрықты орындап жіберген ғой. Сонда Айша анамыз айтады, мен ансарлардың әйеліндей бұйрық орындайтын әйелдерді көрмедім дейді. Артына тұра қалды дейді да бәрі. Не үшін айтып отырмын? Бұл нәрсе кимешек деп аталады. Джалабибихина деген кимешек жаулық. Бұл біздің дәстүрде болған нәрсе. Біздің дәстүрде оны қалай жасады? Астына көйлек киілді да, қараңыздар қандай мәселе. Олар өздеріне жеңіл нәрсе үшін солай киген болды. Бастан бүйтіп лақтыра салады, етекке бірақ түседі. Кимешек. Бізде онан омыртқаға, арқаға дейін. Түсіндіңіз ба? Әжелерді көрсеңіздер, әжелерде мұны жамбасын жауып тұрады бұлай. Бұлай шүкір әдемілеп бүйтіп келтірген. Бізде астында көйлек киіп. Ол әрбір заманда өзінің жаңағы модасына байланысты етіле береді. Қазақстан ұлттық жаңағы энциклопедиясына қарасаңыздар да болады. Қарт әйелдер киеді. Жаңағы айналасындағы тігісі қызыл дегендей мәселе. Сосын тігісі жаңағы ақ. Орта жастағылар дегеніміз. Ана тігісі сары, келіншектер дейді. Көрдіңіз ба қандай мәселе? Келіншекке, қараңыздар, келін болып түскен қызға әуелгі кимешек кигізу рәсімі алғашқы қонақасымен бірге орындалған дейді. Түсініңіз ба? Бізде жаңағының нажақ бейнесін әдемілеп келтіргенбіз. Сосын ол ақ киім болып қалған. Әппақ болып біздің қоғамда солай танылған ол. Сосын оны жаңағынау үстіне мынандай жібектен, желек деп аталады. Қалың жібектен, қыстың жаңағы суық күндері, жылы күндері жұқа жібектен. Бүйтіп орамал сияқтынандай. Бүйтіп салып қояды. Бұның барлығы болған нәрсе. Тек мына совет үкіметі келген кезде Абай атамыз айтады ғой, ана совет үкіметі келгеннен бері өзі дәрул харп болған біздің еліміз дейді. Отарлаумен болған дейді бізде өзі. Сананы да, малды да, түгел нәрсені. Оны тарих мойындап отыр, мысалы айтайық. Көрдіңіз бе? Оған дейінгі нәрсені дәлме-дәл білу, түсініңіз бе? Мүмкін емес болмауы діннің деген емес. Жаңа қазақ ұлттық энциклопедиясында не істеп жүр жаңағы мәтіндер? Қараңыздар қандай мәселе? Кимешек жаулық деген мәселесі. Міне оны кигізіп қойғандағы қараңыздар қандай мәселе болды. Бұл еркектің қамы үшін кигізіп қойған Алла Тағала. Мына еркектердің көздері аман болсын депті. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады: "Қул лил муъминина", айт муъмин ерлерге, "Яғудду мин абсорихим", ана көздерінен тыйып жүрсін дейді, қарай бермесін дейді әр нәрсеге. Көрдіңіз қандай мәселе? وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, анау ұятты мүшелерін сақтасын. "Залика аскалахум", көздерін тыйып жүрсін деген менің жаңа айтып жатқан тәрбием дейді. Солардың жаны үшін тазарақ болады дейді. Өйткені инна Аллаха хабирун бима яснаун, сөзсіз Аллах біледі олардың не істеп жүргендерін дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге не деп айтады? "Ал-мар'ату туқбилу фи сурати шайтан". Ашық-шашық жүрген әйелдердің кез келгенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Ол келетқан кезде міндетті түрде шайтан келетқанмен бірдей дейді. Неге? Еркектің мойнын создырады ол. Көрдіңіз бе, өтіп баратқан кезде көз міне.
еркек жердің бетіндегі орынбасар түріміз. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда, инна әуәлә фитнатин канат фи бани Исраиля канат фи ниса. Мына Исраил ұрпақтарындағы ең әуелгі фитна дейді, тура жолдан тайдырып жіберген, Тәуратты лақтырып жіберген әуелгі азғырында әйелдерден болған еді дейді. Көрдіңіз? Соқтан жаңа битіне көз битіп кете бермес үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Али радиаллаху анхуға айтады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, иттақин назар, ана көз салудан тыйыл, абайла дейді бұл нәрседен. Фа инна лака лула, әуелгі көрініп қалған беті сен ол үшін сұра алмайсың дейді. Көзің бүйтіп көрініп қалды да, көрді ме? Ва алейкал ухра, екіншісі саған қарсы болады дейді. Енді жазылады қазір дейді. Көріп қалдың ба? Сосын қайтадан бүйтіп бара жатса, ол түсіп қалдық та, көрді ме қандай мәселе? Ол жаңағы бізді ешкім сырттан түсіріп жатқан жоқ қой, бірақ бір камера түсіріп қалды оны. Көрдіңіз ба? Алла тағаланікі түсіріп қалды ғой бәрібір. Бірақ Алла тағаланы өшіре салады, кешіре салады. Егер де ар жағы астағфирулла, мен естіп отырмын Раббым десе, ол өте кешірімді, өте мейірімді да. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мына мәселе өте маңызды. Енді көктем келе жатыр, мысалы, Құдай қаласа. Иза ахадукум имраатан, сендердің біреулерің дейді, көшеде кетіп бара жатып бір әйелді көріп қалса, фа ажабатку, таң қалдырса дейді. Түсіндіңіз бе? Таң қалдырса. Таң қалдырады. Таң қалдырудың әсері қандай? Зинан назар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, көздің зинасы дейді. Қараңыз. Қарау. Көрдіңіз бе? Тілдің зинасы ан-нутқ, сөйлеу. Қандай? Не деген? Түсіндіңіз бе? Көздің зинасы, тілдің зинасы екен ол. Уан-нафсу, сосын сенің нәпсің ішінде жаңағы көзбен көрді, сөзбен айттың, істеп жатыр дейді, тәтәмәнна, қалап жатыр дейді. Қараңыз қандай мәселе. Ұятты нәрсе болса да айтып жатыр пайғамбарымыз, тыйылу үшін да. Уа-таштахи, құмартып жатыр дейді. Ең соңғы жұмыс мүшеге келіп тоқтайды дейді, сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Уал-фаржу юсаддиқуху ау юказзибуху. Ең соңғы нәрсе сол жерде қалды дейді енді. Не қазір ана мүше оны растайды, не ол мүше өтірікке шығарады дейді. Тәуба ғана өтірікке шығартады ол мүшені. Не істеп жатсың дегендей мәселе. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай күйде тұр ғой, таң қалдырды деп жатыр ғой. Не істейміз енді, ей Аллахтың елшісі? Дереу фалияти ахлаху, бүкіл жұмысыңды таста да үйіне бар дейді. Процедураны қабылдамасаң, сен болды, сен бүгін бітті сен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұят, ұлы нәрседе ұят жоқ деген, дереу процедураны қабылда деп жатыр да. Фа инна залика ярудду ма вақаға фи нафсика. Сол әйеліңе келіп жаңағы істі бітіруің жүрегіңе ана әйелден орныққан ойлардың бәрін қайтарып тастайды дейді. Өйткені істің түріндегі ода бар нәрсе бұда да бар ғой дейді. Көрдіңіз бе? Сол ойдан. Сондықтан күйеу жаңа үйіне келіп әйелін шақырып жатқан кезде әйелі қазанның басында тұрса да жауап берсін деген сол. Срочно емдеу керек ананы. Ол рас нәрсе ол. Срочно нәрсе болу керек ол. Бұл неге бұлай айтып жатырмын? Әл-муъминуна уәл-муъминат, қараңыздар. Аулияу баъдухум баъд. Мұъмин ерлер мен мұъмин әйелдер бұлар бір-бірінің достары дейді. Бұл бір-бірінің ақырет үшін, қамы үшін сөйтіп жүгіріп жүреді дейді олар. Әсіресе мынандай нәрседе да. Сол мәселелерде ол. Қазір ол тек қана сырттағы емес қой. Қазір біз интернетте не үшін әрбір жарнаманың қасына келіп әйелді көрсетеді да. Машинаның дөңгелегін сатып атасың мысалы, қасына шыға келеді анау. Не үшін? Жаңағы сенің көзің арқылы жүрегіңе кіріп кету үшін бірдеңке. Сосын сен ойлай бастайсың, бағанағы оқимын деген Құран болды қалды жайына, оқылмайды ол. Қызықсыз болып қалады. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Қиын. Жаңа бірдеңке нетейін деп едім, болмай қалады ол. Анан емдемесе болмайды. Осы себептен Алла тағала айтады: "Хулиқал инсану дуифа", әсіресе әйел затына келгенде адам әлсіз жаралған дейді. "Ва юридуллаху ан ятуба алейкум", Алла тағала сендерді өзіне қарай бойұсынуға қайтаруды қалайды дейді. Көрдіңіз бе? Жаңағы нәрселерде күнәдан тоқтатып,
Енді мына нәрсені қараңыз, ва юриду ллазина яттабиуна шахавати. Ал анау құмарлыққа ілесіп алғандар, неше түрлі киноларды шығарып жатқандар әдейі. Юридуна, олар нені қалайды? Ан ямилу майлан азима. Сол әйел деген тақырыпқа бүтіндей толығымен кіріп кетуіңді қалайды дейді. Міне қандай мәселелер болып отыр. Сондықтан бұл нәрселер өте маңызды. Ана әйел кісілерге де күйеуін жаңа келетін кезде тек қана жаңағындай дастархан немен, кухняның иісімен емес, бір нәрселер жасау керек. Көрсек қандай мәселелер. Ол бір-бірлеріне кейін болғаннан кейін күйеуіне жаңағындай нәрселерді ұмтылып жасау керек. Оның бәрі салиқалы амалдар ғой, керемет. Оның бәрі құлшылық. Әйелдің жаңа күйеуі үшін әдемі бір нәрсесін өзгертіп, бүйтіп нетіп жүруі деген мәселе. Ол құлшылық, ол ғибадат. Көрдіңіз бе? Осы нәрселерде құр бүйтіп жұмыстың күйбең тіршілік мынандай нәрселермен бола бермей, кішкене бір-бірінің рухани жағына да жәрдем беріп тұру керек та. Сонда ол нәрседен үйіңізден сондай болып шығып жатса, күйеуі бүйтіп, ол ешқандай нәрсе көзін ала алмайды, оның болды. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Осы нәрселер дұрыс болу керек та. Күнәлардан сақтанатын жолдардың барлық қамын жасау керекпіз біз. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Жаңағындай қарап тұру деген нәрсе, қарап қалу деген мәселені пайғамбарымыз саллаллаху айтып отыр ғой. Инналлаха катаба аля бани адам хаззаху миназ-зина. Аллах тағала сөзсіз әрбір адам баласына зинадан бір үлес жазып қойған дейді. Ол не дегенде? Жаңа қараудан басталады. Түсіндіңіз бе? Сол қарап астағфирулла десеңіз болды, кешіріледі ол. Бағанағы ләмәм деген кіші күнәлардан басқалары деген. Әрбір күнәнің жаңа кісі өлтіру неден басталады? Төбелестен басталады ол. Төбелесейін деп тұрған жұдырығыңды бүйте берген нәрсе, ол уже жаңағы басталып келеді ғой бірдеңке. Сосын астағфирулла мен не істеп тұрмын деп тақырыпты аяқтай салсаңыз, бұл ештеңке жазылмайды. Жалғастырасың ба ол жерде мәселе? Ол көрдіңіз бе қандай кіріспесіне дейін оның баруға болмайды.